номер бірінші парақша. Соны салған кезде сен өзіңнің нең қандай болды жалпы? Оны көрген кезде өкініп қалған жоқсың ба? Мен неге бір клубтың кесірінен басқалар барлығы зардап. Мысалға кеше обал ғой, Қайсар 14 сағат автобуспен барған өзің. Сені сол видеодан кейін Ордабасы басшылығы өзіне Шымкентке шақырып, матчты тамашалауға шақырыпты, иә? Мен жеке хабарласып, бізді билетімізді, қонақ үйімізді алып берді. Орысша екен, дикторларына дейін хабарлап тұрған кезде орысша хабарлайды. Одан бөлек атауы да, дұрыс айтып отырсың, орысша, бәрі орысша ғой, былайша айтқан. Парақшаларына дейін орысша жүргізеді. Ой, Ордабасы бітті ол. Мынау да қоймайды дейсің. Екіде, мен айтайын, кем дегенде елім 2-3 гол салады да, Ордабасы 1 гол салады жар, тура Каспиймен ұтылды. Ордабасы жеңіле ма? Ордабасы өз алаңда болды. Бірінші сенсация бола ма тағы? 100% гарантиямен өз алаңында жеңілді деп. Енді бұл нәрсені негізі шын ақпарат па бұл? Негізі бұл мен алдында Астана жастарынан ұтылғаннан кейін Дидармен өзім осы Астана қаласында кездесіп сөйлестік. Қаншама рет арамызда болған әңгіме. Көп нәрсені айтылмайтын нәрселер де бар бұл жерде. Астана аренада Ақтөбенің жанкүйерлері сияқты осы күнге дейін ұпай толмаған да шығар. 70% ақтөбеліктер. Ассалаумағалейкум достар. Эфирде ProKZ футбол подкасты. Бүгін біз 17-ші тур Қазақстан премьер-лигасын талқылайтын боламыз. Қонақта біздің спикерлер Мадияр және Дінмұхаммед. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік. Жалпы 17-ші турды көріп шыққан шығарсыздар, Барып көргеніміз де бар, телевизордан көргеніміз де бар, жаздыратын ештеңе жоқ. Жалпы дайын. Өте қызықты матчтар болды. Талқылауға өте қуаныштымыз. Қызықты матч демекші, сенсациялық матч деп айтуға болады осы турдың. Каспий Ордабасы 25 ойын бойы Қазақстан премьер-лигасында жеңілмей келе жатқан Ордабасыны аутсайдер командалардың бірі Каспий өз алаңында ойнама, сыртта Қызылордада, Қайсар аренада ойнап жүрген Каспий ойламаған жерден 3-1 гол соғып, 2 гол жіберді, 3-2. Осы ойынды бастап талқылайық. Ордабасының қазіргі таңда басты хейтерлерінің бірі Димаш болып тұр. Бір емес, жалғызы деп айтуға болады. Өзің, Ордабасы жанкүйерлері жақсы танитын Дінмұхаммед, жалпы Ордабасыға. Ордабасы енді былай айтқанда биыл мақсаты үлкен, чемпиондар лигасында ойнайтын мықты алпауыт команда. Оған енді хейттің де өзінің орны бар. Барлығы менің ойымша өз орнымен болды деп ойлаймын. Енді матчқа келетін болсақ, бұл матчта Ордабасының 100% жеңілетінін мен білдім деп айтсам болады. Себебі алдағы ойындарды қарап шықсаңыздар, соңғы 3 ойын Ордабасы Ұлытауда 1-0 есебімен жеңді. Ұлытау өз алаңында жеңілмеген. Енді даулы моменттер де болды. Одан кейінгі өз алаңда Ұлытауды қабылдады. Ода да 1-0 есебімен әрең жеңді. Ол жерде де төреші 1 голды санамай қойды, немесе ол ойында негізі тең дәрежеде болу керек еді. Бірақ мына Каспий Ақтау өз алаңында болмаса да 3-1 есебімен ешқандай 3-2 есебімен былай айтқанда айқын жеңіп отыр. Алдағы матчтарды енді менің ойымша Ордабасы осы уақытқа дейін алдыңғы жылдағы да маусымда да тура осы Ордабасы қарқынды түрде алға не істеген, талпынған, жақсы келе жатқан еді. Сол нәрсені осы жылда да қайталап жатқан сияқты. Сонда сіздің айтқыңыз келіп отырғаны Ордабасы 1-мен 17-ші турға дейін жақсы өнер көрсетіп келіп, ана 2025 жылы КПЛ сияқты аяғына келгенде шайып кетеді деп тұрсыз. Енді бұл жерде Ордабасы енді қазір қарасаңыздар, ол екінші составымен ойнап жатқан жоқ. Теп мақсаты Қазақстан премьер-лигасында чемпион болу, кубокты да алу. Сол себепті екі қайықты алып жүрген адам суға кетеді демекші.
менің ойымша ұзаққа бармайтын секілді. мына жалпы Ордабасының басшылығына қандай баға бересіз? жоқ, жалпы қараңыздар, иә, хейт айтпас бұрын дейік кетеге, жалпы да орынды ғой енді, әрине да, пікір болғаннан кейін 100 адам жинасында 100 ой айтылады деген сияқты да. Бірақ бір нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Ордабасы қай жыл болмасында да осы жылы футболға біраз үлесін қосып жатыр. Шоу көрсету, жанкүйерлермен жұмыс жасау, ультрастармен жұмыс жасау деген сияқты барлығын жан-жақты сенсация жасап келе жатыр. Негізі былай қарап отырсаңыз, бүкіл бақ өкілдері болсын, басқа да клубтың жанкүйерлері болсын, Ордабасын жығылғанын, құлағанын күтіп жүрген сияқты. Бірақ осы 25 жыл ойын ойнап бір рет ұтылып қалды. Енді сухой ұтылған жоқ, былай қарап отырсақ та, 3-2 ол тоже дәреже деген. Ойын бойынша негізі мен ойлаймын Алтай деп Каспий Ақтау командасына сәл повезло деген сияқты ғой, сондай сияқты көрінеді мен өзімше. Негізінде бұл кішкене Каспий командасына шамалы не емес па? Несправедливый әңгіме емес па негізінде? Жоқ, 3 голды менің ойымша 3 голды бір таза ойыннан, еңбекпен салды, күшпен салды. Өйткені бұл жерде Каспий ол биыл Қазақстан премьер-лигасына биыл шықты ғой енді ол. Биыл шығып кетпеу үшін ол команда аш баламен тоқпалы ойнамайды да бұл жерде. Ордабасы ол былай айтқанда менсінбей шыққандай көрінді да маған. Ол өз алаңда 2-0 есебімен айқын жеңіп алды да. Ана барғаннан кейін тура сондай шотпен жеңеміз деп ойлаған секілді да олар. Бірақ енді Ордабасы ойындарына барамыз, оның Арған Қызайбаев мырзаның да енді еңбегін не істей алмаймыз. Жоққа шығара алмаймыз. Себебі қазір Шымкентте футболдың атмосферасын қойып жатыр. Өзім жеке Қайратпен матчына бардым, солдаут, өте керемет футболдық атмосфера, стадион солдауттан орнан машина ойнатып жатыр. Көптеген енді былай айтқанда күш салып жатыр да. Енді ондай нәрселерді жоққа шығара алмаймыз. Бірақ статистика барлығын көрсетіп жатыр. Мен мына жерде айта кетейін, жаңа мен Ақтауды жеңдім, енді айттым ғой, типа повезло деген сияқты айттым ғой, орысша келген кезде, қазақша айтқан кезде. Өйткені мен ойлаймын, өздеріңіз көріп жатсыздар, Ордабасы жаңа Димаш айта кеткендей основной составпен ойнап жатыр, бірінші составпен. Қазақстан ұлттық кубогында да ойнап жатыр, премьер-лигада да ойнап жатыр, жақсы қарқынды ойындар көрсетіп жатыр деген сияқты. Мүмкін команда сәл шаршағаны бар шығар. Сол моментті пайдаланып, Ақтау командасы жеңіске жеткен де шығар деген ойдасың. Мен бұл жерде қатты хейтке айтқым келіп отырған жоқ, себебі Ақтаудың ойыны қатты көп тамашаламаған шыны керек. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Ойыннан жеңіп қойды, Ордабасын жеңіп қойды ойыннан. Бірақ енді барлық Триц, ТикТок, Инстаграм бақ өкілдері прям енді Шымкентті жерге алып, жерге салғаны бір бар. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Енді бәрі күтіп жүрген. Бәрі әлбек күтіп кетті ғой. Енді қазіргі соңғы голдарды салып жүрген Йонсон қалай жалпы негізі Ордабасының соңғы уақыттардағы ең бір мықты трансфер деп айта аламыз ба? Ол енді Йонсон айтқандай норвежец қой енді. Ол бойы ұзын денелі футболшы, келгені кеше ғана. Соңғы 3 матчта 3 гол клубты алға тартып жатыр. Ұлытауда да 2 рет Ұлытауда өз алаңында да, сырт алаңда да гол салып көзге көрініп тұр. Ол өте тамаша. Және нәтиже деп ойлаймын. Ордабасын Европаға да көрсетіп шықты. Былай айтқанда, Димаштың видеосы бар дейсің. Көрермендер біледі. Ордабасында былай айтқанда әлемге танытып жатқан футболшы Йонсон. Бұл жерде бір қызық бар да. Негізінде Димаш сәл кішкене сынға салғаннан кейін ертеңгісі күні тап арасын сүзбей 4.33 парақшасы Ордабасына прям салып қояды екен да, сол кезде енді. Өте Димаш оған қандай реакция болды негізі? Сен мысалға енді бәрі білеміз ғой, сен парақшаңа жаңағыдай бірдеңе көрген істейді деген сияқты хейт жасадың. Одан кейін артынша жаңағы бір үлкен парақша өздерінің енді әлемге әйгілі парақша ғой, футболдағы номер 1 парақша. Соны салған кезде сен өзіңнің нең қандай болды жалпы? Оны көрген кезде өкініп қалған жоқсың ба? Салғаныңа өкінген жоқсың ба? Жоқ, мен ол жағынан өкінетін ештеңе жоқ. Мен салдым. Былай айтқанда, мен салғанымнан Ордабасының аты танылды.
бір жағынан ол былай айтқанда Йонсон енді кейіннен несі біліп жатырмыз ғой, енді ол енді өзінің Норвегия әлем чемпионатында отқаннан кейін осындай өзінің хук деген нәрсесін жасап жатыр. Соны енді мен былай айтқанда эмоциямен салып қойдым негізі, бірақ ол видеом жарып осы 30 мыңнан адам көріп, содан кейін барып 433 шығып жатқан. Ол енді менің ойымша Ордабасы несі рахмет айтпаса да, бірақ менің сол естігім бойынша сен рахмет айтпаса демекші, сені сол видеодан кейін Ордабасы басшылығы өзіне Шымкентке шақырып, матчты тамашалауға шақырыпты, иә сен? Мен жеке хабарласып, бізді билетімізді, қонақ үйімізді алып берді. Барып, осы Ордабасы мен Ұлытау матчын қалай ұйымдастырып жатқанын бізге көрсетпекші болды. Бардық, ол кісілермен таныстық, осы мәселе бойынша сөйлестік. Айтқанда ешқандай жасыратыны жоқ. Бұл нәрсенің негізі матч осы маусым басталған кезде, Атырау матчымен болғаннан кейін бұл нәрсе басталып кетті. Ордабасы жанкүйерлері де білетін шығар. Содан кейін барлық нәрсе салғаннан кейін Ордабасы жанкүйерлері менің қазіргі Инстаграмдағы бүкіл видеоларымның ретке шығуына көмектесіп жатыр. Сіздерге өте үлкен рахметімді айтамын. Және де осы беттеріңізден не істемесеңіздер, сіздерді Алла қаласа Ордабасын бірге дамытамыз деген үміттемін. Жарайды. Келесі матчқа көшейік. Жалпы негізі осы 17-ші турды бастап берген екі команда Ертіс пен Жеңіс кеше бастады. 0-1 Ертіс тағы да жеңіліс. Негізі Димаштың бір өзінің публикациясында айтқан сөзі бар еді емес пе? Ертіс КПЛ-ға дайын емес, және ерте шығып қойған. Алдындағы ойын, алдында турда бардыңыздар ғой, иә? Біз бардық тамашалауға. Павлодарға барып тамашаладыңыздар. Жалпы қалай Ертіске, шынымен Ертіс сол кетіп бара жатыр ма тұныққа? Негізінде менің өзім бар ма әлі шанс? Жеке ой пікірім, Ертіс командасы жалпы сол турнирдің соңғы кестесінде қалып тұра беретін сияқты. Болмаса 15-ке көтеріледі, болмаса 16-ға түседі, содан артық көтерілмейтін сияқты. Дегенмен, мен өзім жеке ойым, футболдың ойыншылары трансфері жағынан өте көп қателескен сияқты Ертіс командасы. Соған байланысты деп ойлаймын, командада ойын жоқ, ауызбіршілік байқалынбайды. Енді біз медиа болғаннан кейін арты көп жанкүйерлерден қарағанда біз көп көреміз ол барлығын деген сияқты. Там пресс-конференция залдарда тағы басқа деген сияқты сол жерден байқалады Ертіс командасының ойыншыларында ауызбіршілік жоқ. Чемпионат басталғаннан бері 17 турда 3 бапкер ауыстырған жалғыз команда. Бапкермен не емес па? Бапкердің типа қатысы бар ма жоқ па деп тұрса, жолы болмай жатқан жоқ па деймін. Менің ойымша, егер Ертіс командасы, негізі мынандай мысал келтірді ғой, мектепте егер мұғалім бір класты 3 рет ауыстырса, мүмкін ол мұғалімнің кінәсі емес, ол оқушылардың деген сияқты, или бір общий тіл табыса алмағаннан кейін деп ойлаймын да. Бұл жерге келген кезде мен ойлаймын, тренерді 3 рет ауыстыру себебі сол жаңа өзім айта кеткендей, командада ауызбіршілік жоқ. Менің ойымша бір лидер футболшы. Вот сондай бір команданы сүйрелеп жүретін, мотивация беріп жүретін де адам жоқ деп өзім ойлаймын. Раздевалкада тренерде шақ келмей жатқанда мүмкін, өйткені бізден бардық, көрдік, ойында Ертіс өз алаңда жақында ғана Қызылорданы қабылдады, Қайсарда. Сол кезде қабылдаған кезде ойынды бірінші таймнан бастап бақылап жатырмыз ғой, көрдім. Өзінің басымдығы екен көрсетті, бірақ мотивация жетіспейді бәрі командаға. Өйткені Жұмасқалиев, Нұрғол Жұмасқалиев кісіні білеміз ғой, енді кішіне енді менің көзіме енді момын сақтап көрінді да, ешқандай клубқа бір айқайлап ондай мотивация. Бір қолында бір жинақтай алмайтындай маған көрінді да. Сол себепті әлі бапкер не істемейді сияқты. Биыл Қазақстан премьер-лигасының ұшып кететін командалардың тізімінде бірінші орында тұр. Өте нашар жағдай. Және бізде сол соңғы ойында Ертіс пен Қайсар ойнаған кезде, пресс-конференцияға кірген кезде, бұға ақпараттарға ешқандай сұрақ бермей, ол өзінің кететінін сезді ғой деймін.
мен сездім ештеңе жемеймін. Я дегенде қысқадан нұсқа қайырды да, орнынан тұрып кетті. Содан мен түсіндім. Ай, осы кісі болмаса өзі кетеді, немесе бұл кісіні ауыстырады деген. Сол көп ұзаған жоқ. Содан 1-2 күннен кейін 1-2 аптадан кейін сондай жаңалық шықты ғой. Жеңіс енді жеңіске жетті. Жеңіс. Ертісті соңғы минутта жеңісті жұлып алыпты. Білмеймін енді жеңіс туралы не ойлайсыздар? Мен негізінен былай ойлаймын ше, жеңіс командасы жалпы былай қарап отырсаң жағдайлары бар команда. Мысалы да, өзім жеке ойымда стадион салып тастайтындай жағдай да бар. Жеңісті кім Ламтадзе алды ғой енді. Бірақ мына мысалға Тимур Турлов Шахтерді алып жатыр, білініп жатыр да, ол жақта жұмыс істеліп жатыр. Көрсетіліп жатыр да, қай жақта алса, мысалы Қозыбақ алып жатқан клубтарды көрініп жатыр да, жұмыс жасалып жатқан. Бірақ жеңісте Лугиншке қарай мен бір алға жылжу деген сияқты нәрсе. 2025-те 2025 жылы КПЛ-де жеңісі қалай болды? 2026-та да дәл солай. Өзгеріс жоқ. Ойындарда андай эмоция, андай жұлқынып, неде ойындарда байқалынбайды былай. Клубта ешқандай мақсат жоқ. Біріншіден. Сосын қалай тренер кетті, бұрынғы тренер Али Алиев алды. Бірақ жеңіс айқынды түрде жеңіп жатқан жоқ, былай айтқанда. Бір тұрақты бір ойын жоқ. 1-0, 2-1 солай жеңе салады. 0-0 ойнай салады. Али Алиевтің бір преимуществосы, былай айтқанда, өзінің бір командамен жұмыс істей алатыны, ол тек қана команданы жақсы мотивировать ете алатын сияқты. Алдыға сүйрейтіні сол ғана сияқты. Ал былай тактика жағынан мен ешқандай жеңістің Али Алиевке келі бері былай ойынның өзгергенін мен көрген жоқпын. Жайт енді алда уақытта енді жеңіс бәрі жақсы көретін клубтарымыздың бірі ғой. Дұрысталатын шығар деп үміттенеміз. Келесі тағы бір скучный деп орысша айта берейін, скучный матч Жетісу Алтай. Енді Алтай соңғы 2 ойында 2 жеңіс 1-0 енді, бірақ дегенмен де 2 ойында 2 жеңіс деген бәрібір жақсы көрсеткіш қой. Жалпы осы ойын туралы негізі былай қатты талқылайтын да ойын емес, негізінде былай қарап тұрсаң. Жетісу туралы не ойлайсыңдар? Жетісу жалпы премьер-лиганың командасы. Алынып салынып жүрген команда сияқты. Ол өзін премьер-лигадан да шығып кетпейді деген мақсат қойып, бірақ түсіне алмадым. Бірақ ешқандай не жоқ, задача жоқ. Былай айтқанда өздеріне мақсат жоқ. Команда не үштік келінейік, немесе қой осы жыл біздің чемпионствоға таласайық, болмаса кубокты алайық деген ондай ешқандай мақсат жоқ. Осы матчты ұтсақ болды, осы матчтан теңесіп қалсақ болды деген сияқты. Менің ешқандай ойын жоқ. Мен Жетісудың жалпы былай қарап отырсаң, Жетісу мен Алтайдың еш ойынына барып көрмеппін, еш ойын қарамаппын. Мен үшін қатты бір қызықты деп та айта емеспін. Бірақ бақ өкілдерінің жазғандарына, жанкүйерлердің айтуларына қарайтын болсақ, бір қатты аса мән бөліп бүйтіп қарайтындай ойын көрсетіп жатқан жоқ. Менің жеке өзім пікірім. Сол үшін мен бұл жерде ештеңе қатты бүйтіп сынға алатындай ештеңе айта алмаймын. Мен үшін 2 команда бірдей сияқты. Алтай негізі мынау соңғы осы 2 ойында, қазір тағы да бір ойын бар, оны да айтамын. Осы 3 ойында ең мынау бір қарайтындай матч емес негізінде да. Мен өзім ойым білмеймін енді, бұндай командалар премьер-лигаға керек па осындай матчтар? Тек қана сол былай енді мақсаттары жоқ командалар. Командаларды былай бөлек шеттетіп бөліктеуге де болмайды, ол былай айтқанда. Бірақ команда бәрі бірдей ғой, былай енді Қазақстан премьер-лигасында ойнап жатқаннан кейін Жетісу мен Алтай енді бірінші лиганың командалары деп айтсам да болады ғой негізінде. Алтай биыл шыққаны биыл ғана, бірақ жақсы көрсетіп жатыр да. Кубоктың өзінде Ақтөбе жақсы ойнады ғой негізінде олар. Ақтөбені кубоктан ұшырып жіберді өз алаңында Алтай. Жақсы ойын көрсетіп жатыр. Кубокта енді ол жарайды, кубокта мына премьер-лиганың матчтарын талқылап отырмыз ғой негізінде. Мынау сол матчтарға тағы да бір қосып кететін негізі
сенбі күні өту керек болған матч шегерілген, бүгін ойналды. Ұлытау Қайсар, ол да 1-0 есебімен, минималды есеппен Ұлытау жеңіске жетті. Бұл жерде енді Ұлытау соңғы матчтан қарайтын болсақ, үйдегі ойындарының бәрінде не жеңіске жеткен, не тең ойнаған, Қайратпен тең ойнаған деген сияқты. Осы жалпы үйдегі жақсы ойындарының сыры неде деп ойлайсыңдар? Не үшін Ұлытау үйде жақсы ойнап кетеді? Енді жақсы ойнағанда да сол 1-0, 1-1 деген есептер ғой енді. Жеңілмей келатыр ғой енді. Жеңілмейтін. Тек қана Ордабасыға ғана есеп жіберіп қойды, қателеспесем. Енді Ұлытау Жезқазған жағы енді жолы нашар ғой. Ол жақтың қазіргі енді уақытта аэропорт жабық, бару ойға дейін жету өлдім. Сол осы олардың бір фишкасы, жаңа козыры сияқты да, командалар ол жаққа жетем дегенше шаршап барады. Ол шаршаған команданы солай, олардың осы козыры сияқты да. Негізі бұндай команда Ұлытау деген командаларды мен кеше бізде пост салғанбыз, біраз адамдар бізге жазып жатыр да, оған Ұлытаудың қандай қатысы бар, Ұлытау кінәсі жоқ қой деп кімнің өзі, спорт директоры, Ұлытаудың спорт директорының өзі жазған. Неге сен клубта кінәлап отырсың? Ол жерде неге, ол қаланың кінәсі ғой, жаңа дайындап бермеген дейді. Мен ол жерде Ұлытау клубын кінәлап отқан жоқпын. Ол жерде мен кінәлап отсам, қала премьер-лигаға дайын емес әлі. Өйткені не стадионы жоқ. Бізде негізі КПЛ-ден жартысын былай да, былай жоқ. Басқаларын қоя тұрып, осы Ұлытауды айтсақ, жарты сезон өзінің үйінде өткізген жоқ. Сырт алаңда, Хан-Тәңір стадионында, Алматыда өткізді. Екіншіден, енді өзінің алаңында көшіп еді. Жаңағы не аэропорты дұрыс емес, не жетейін десе жолы дұрыс емес. Не үшін басқа клубтар страдать ету керек те? Мен ол клубты кінәлап отқан жоқпын. Сол қаланың әкімшілігі оның бәрін реттеу керек. Бұған Қазақстан Федерациясы қызығушылық танытпаса, бізде одан ештеңе шеше алмайды деп ойлаймын. Даже клубтың өзі ештеңе шеше алмайтын шығар. Егер уже олар көру керек қой, жол жабық деген сияқты. Өздеріңіз білесіңіз, Жезқазған жолда. Қазақстан футбол федерациясы бұндай матчтарды, бұндай клубтарды менің ойымша премьер-лигаға допуск бермеу керек сияқты. Жоқ, мысалы премьер-лигада 10 команда өтсін, 8 команда ойнасын, жетеді соның өзі. Зато стадиондар бар. Толықта келсем ме? Андай болу керек қой. Бүкіл неге дайын болу керек та. Жанкүйерлерге де, стадионы да, келу кетуіне де деген сияқты. Ұлытаудың өзі де жеңіп жатқан жоқ сырт алаңда, өзіне де барып келу қиын болып жатыр. Оған келетін клубтарда шаршап келеді. Былай айтқанда ол жоқ, неге бір клубтың кесірінен басқалар барлығы зардап. Мысалы кеше обал ғой, Қайсар 14 сағат автобуспен барған. Өзің ойлашы, 14 сағат сен барасың, түнде сағат 2-3-терде барасың, мезгілсіз уақытта, былайша айтқанда. Үлкен бір ауыр болды деп ойлаймын. Түнгі мезгілсіз уақытта барады, не ұйқылары бұзылды футболшылардың, ертесіне шығып тренировкасы да бұзылды. Клубты жазғырамайсың десе ұтылса. Себебін түсініп тұрасың десең. Бұл жерде түсініп тұрсың да себебін. Не үшін осылай Ұлытау деген клубтың кесірінен басқалар зардап шегу керек? Барсын, бірінші лигада ойнасын, бірінші лигада қашан дайын болады? Қала дайын болады. Мен клубты айтпай-ақ қояйын, қала қашан дайын болады? Болмаса басқа стадионда аренаға алсын. Қайсар демекші анау. Аэропорты, жолы, стадионы қашан дайын болады? Сол кезде ойнасын. Қала қашан дайын болады, сол кезде ойнасын. Оған дейін бірінші лигада жүре берсін. Бірінші лиганың адамдарын андай қылып
упор кірсіз ғой иә вообще жалпы. Жоқ, бірінші лигада футбол демекші, ал мына жерде ортада тұрған мынау не? Бұл айтпақшы. Футболға не қатысы бар деп. Жоқ, бағанадан бері қарап бұл отырмын. Айтайын ба біздің деп. басты серіктестеріміз ғой, Астана Керама деген керамогранит сататын, сосын ар жағындағы панельдер сататын Ерди панель. Біздің басты серіктесіміз қазір таңда акция болып жатыр. Осы біздің атымыздан келсе, үйіңізде ремонт жасап бастап жатсаңыз, осы керамогранит немесе бамбук панель дейміз ғой, алатын болсаңыздар, Түркияға 2 адамға жолдама тегін таратылып жатыр. Сондықтан керамограниттердің де сапасы, баға жағынан да бәрі тиімді, келіп көрсеңіздер болады. Мекен жайы Астана қаласы, Мәскеу көшесі 9А, Керама Астана, Ерди панель, сол жақтан келіп өзіңізге ұнаған строй құрылыс товарларын алсаңыздар болады. Және де тиімді бағада, жақсы емес па, енді Түркияға жолдама. негізінде жолдама жақсы екен. серіктестеріңіз жақсы екен негізінде. Ремонтты құрылыс материалдарын аласың да, шашайсың да, былай айтқанда әйеліңмен бірге барып демалып келуге керемет екен. Келесі ойын шегерілді, Атырау мен Елімай ойын. Оны да айтып кетейік, енді белгілі ғой, енді Елімай, оны талқыламақ қойық. Елімай Евроконференция лигасында ойнайтын болғандықтан Атыраумен келісіп бір уақытқа шегеріпті. Тобыл Оқжетпес жаңа соңғы біткен матч. Тобыл жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, Ербол Қайыров пост салыпты. Оқжетпес пост салыпты. Енді Тобыл жоқ, Оқжетпес туралы айтайықшы. Оқжетпес соңғы 3 матчта 11 гол өткізіп алған. Өз алаңында, қателеспесем. Өз алаңда, сырт алаңда. Бәрін санаған. Барлығын санағанда 5 гол қателеспесем Қайрат 8-ін, енді 2 ойын Қайратпен ойнады ғой. Енді Оқжетпес болды ма, ары қарай құлдырай ма енді? Оқжетпес енді жылда осылай ғой, алдыңғы жылда тура осылай серпінмен, қарқынмен үштікке ілінеміз, биыл чемпион боламыз деді да, тура бітетін шағында кішігірім енді осылай өшіп қалатыны бар екен. Енді Оқжетпес жақсы стадион салынып жатыр, Ербол Қайыров келгелі бері жақсы футбол енді былай дамытып, жергілікті көрермендерді шақырып қызықтырып жатыр да. Енді ол да елемесек болмайды, барғаннан кейін өздеріміз де көрдік қой. Енді бірақ Оқжетпестің енді айтқанда статистикасын, результатын бізде көрсетіп жатыр да. Алдыңғы жылда болған нәрсе. Себеп не деп ойлайсың? Себеп не үшін соңғы осы 3 матчта 11 гол өткізіп, жалпы не болды? Негізінде біз Қайрат пен Оқжетпес ойынында өз алаңында қабылдады Оқжетпес Қайратты. Сол кезде ұтылып қалды ғой. Сол кезде тренердің өз айтуында типа қалайды, біз футболшылар типа ұстап қалып жатырмын дейді өзін. Өйткені кетіп Оқжетпестен кетіп жатқандары көп деді да. Мен осыларды ұстап қалып жатқаным. Басында былай айтты ғой, ол футболшыларды ешкім бұрын танымайтын. Керек алдайда қылып осындай танытып жатырмын деген. Мен шығардым деген сияқты қылып кішкене шамалы өзінің абыройын көтеріп қойған. Енді еңбегін елемесек болмайды, конечно, дұрыс. Еңбегі Ринат Әлеумет мырзаның да тактикасы, несі, және де тәжірибесі. Ордабасынан бір кішкене қайталап көргендері бар емес пе? Атқа отырып, мотоциклмен шоу жасап бір қай команданың қатысып еді мен сол кезде ойладым, мынау Оқжетпес енді цветтері де ұқсайды ғой. Ойладым ғой, мыналар еще ұзаққа барайды ау деп, мыналарын вау жасайын деп тұрды. Сол бір ойдан кейін жоқ болып кетті. Бірақ жанкүйерлер де толған жоқ. Сол кезде көрдіңдер ма? Қайратпен матчта, енді ол негізде кішкентай ғана стадион, былай қарап отырсаң кішігірім, өте кішігірім, бірақ солдан жасау мауы деген енді вау екен. Енді ол енді Дастан Сатпаевты кетіп қалғаннан кейін де ойлаймын, солдауыттың көбісі болмай жатқан, Қайрат барады. Жоқ, енді Дастанды жастардың көргісі келеді да, менің ойымша. Қайрат Оқжетпес енді 3-ші орында келе жатты ғой. 3-ші орында. Жоқ, мен ойлаймын, Қайрат былай
қайрат болсын жалпы қандай команда келсе де 3-ші орында келе жатқан командаң негізі солай болу керек негізі негізі келу керек қой негізінде ойыншы, бірақ мүмкін оларға маркетинг, жарнама сондай жанкүйерлермен негізінде байқайсыңдар ба, КПЛ-де жалпы ше осы жерде айта кететін нәрсе бар. КПЛ-де осы жылы тек қана жанкүйерлермен жұмыс жасап жатқан бізде бірінші орында Ордабасы, екінші орында Қайратты айтып кетуге болады, үшінші орында кімді айта аласыңдар? Мысалы мен енді Астананы да қосуға болады. Ақтөбені сендер ұмытпаңдар. Ақтөбеде менің ойымша жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Спорный момент ше, негізі қара. Жанкүйер жағынан деген. Жанкүйер жағынан да, бірақ олар жарнаманы талап етпейді олар. Олар андай шоу керек емес. Олар өзі сол шоуды создавать етеді ғой, мысалы. Олар вообще, наверное, топтың бірдің үстіне қойып тастау керек Ақтөбені негізінде. Ал былай осы жылы жалпы жанкүйерлермен жұмыс жасап жатқан командалар ол бізде Ордабасы, Қайрат, вот и Астана деп ойлаймын. Қалған клубтар мысалы ешкім жасап жатқан жоқ қой. Астанадан кірісе алмадым. Жеңісті айтсаң болады енді. Жеңіс несін естіп жатыр мысалы. Жеңісте кішкене болды. Оларда да шоу жасап, басында матч басталатын кезде жаңағыдай матч дейді ғой, жаңағыдай кішкентай балалар да келіп бір шоу жасаған. Жеңістің Жеңістің ойында постоянно балалар жүреді, кішкентай балалар. Ұлытаудың өзінде қателеспесем, Қайратты қабылдаған кезде солдаут болды. Мен қателеспесем, Ұлытаудың өзінде. Иә, Ұлытауда болды. Солдаут болды, қателеспесем. Жарайды, соңғы матч бүгінгі өзімнің көздеріммен көріп қайтқан ойын Астана ма? Супер матч болды, жаңа Ақтөбе демекші. Астана Ақтөбе 3-2. Астана екінші составымен Ақтөбені ұтып кетті. Енді Ақтөбеге қалай обал бола ма негізінде? Обал деп ойлайсыңдар ма? Астана енді бұл ойында менің ойымша басымырақ болған сияқты. Өйткені бірінші таймда енді бұл Ақтөбе кішкене нелде болды. Басым дегенде қалай екінші составпен басым болып кетеді? Мысалы Астанамен бірінші таймда ойынды қарап отырсаңыздар, Шамко 300-ші ойыны ма осы өткізіп жатқан бірінші голды салды. Ақтөбенің өзінің жоспарын босып тастады. Сразу жоспарын босып тастады. Содан кейін Ақтөбе бұл бірінші таймды мен ойымша теңестіріп, екінші таймда жеңеміз деген бір өздерінің жоспарлар болған сияқты да. Енді бірінші таймда тең ойнады деп ойлаймын, бірақ екінші таймда соңғы 70-ші минуттан уже төмен қарай Астана басым ойнады. Көп моменттер салынбады. Исламхан қақпаның алдына барып сала алмай қалған моменттер болды. Мынау екінші голды Заруцкий өткізіп алғанды Таркович мырза Заруцкийдің кінәсі деп пресс-конференцияда. Негізі шынымен Заруцкийдің кінәсі ма? Не істеу керек сонда? Мен не істеу керек деген кезде мен өзім жеке былай қараған кезде мен ойлаймын, ол кісі артта ворот отырғанын ұмытып кетті ау деймін ойлаймын. Өйткені ол кісі айдан анық көрініп тұрды. Доппен келе жатқаны, ол сөйтіп артқа екі жасап барып қабылдап алып ортаға түсірді ғой сөйтіп. Біз енді қақпашы енді ол да адам ол да бір қателесіп қалады, бірақ енді оны да ұмытпау керек. Кезінде Қайратты да чемпиондар лигасына алып келгенде Заруцкийдің да еңбегі бар. Бірақ былай Ақтөбені енді барынша былай айтқанда қорғап жатыр ғой, қақпада тұрып. Біраз ойындарда бүгіннің өзінде біраз сейфтер жасап жатыр, бірақ сол бір қателігіне бола олай бүкіл былай айтқанда бақ өкілдердің алдына үйтіп айтуға енді мен ойымша келмейді деп ойлаймын. Жоқ, бапкердің айтқан дұрыс емес. Бапкердің айтқан дұрыс емес деп ойлаймын. Ол бір қателікке бола үйтіп өзінің ойыншыларыңды сөгуге енді ондай адам болғаннан кейін қателеседі. Мүмкін типа бар жоқ деп айтқысы. Екінші составы Астананың сонда мықты ма, әлде Ақтөбенің слабый ма? Не жоқ деп баста кеткенсің. Ақтөбе слабый болды ма бүгінгі матчта? Мен мысалы соңғы ойынға қарайтын болса, Ақтөбе негізінде основной составпен бізді қабылдады ғой, Астана қаласын, жалпы 2-0 есебімен жеңіп кетті негізінде да. Ал мына жерде значит слабыйлау болып тұр ғой, өйткені 3-2 жанкүйерлер артынан жанкүйерлерге шақырып келмей қойды. Мен өзім сол жерде болдым ғой. Астана аренада Ақтөбенің жанкүйерлері сияқты осының кейін былай толмағанда шығар. 70% ақтөбеліктер. Ақтөбе деп айқайлаған кезде Астана аренада сілкініп атқандай болады ғой. Қызыл ақ айтқанда ағылшын премьер лигасындағы Ливерпуль сияқты болды ғой, нәрсе. Атмосфера создавать етіп отты ғой, былай айтқанда. Астананың өзінің жерінде ақтөбеліктер көп болу деген енді футболға деген
нелерін сүйіспен, былай айтқанда махаббаттарын көруге болады да. Бірақ қаншама шақырымнан келіп Ақтөбе жанкүйерлері келіп тұрып осылай ұтылып қалғандары, былай айтқанда жанкүйерлерге обал да. Негізі тең дәрежеде бұл негізінде Астана біткенде әдемі болады. Ақтөбенің ойындары никогда өйтіп ондай болмайды, теңге түспеген. Насколько либо Ақтөбе ұтады, либо Астана ұтады. Бүгінгі ойында айтамын да, бүгінгі ойында сол тең дәрежеде өткеннен кейін тең болғанда кішкене екі жаққа да не болатын еді ғой дейсің. Иә, екі жақта обидно. Әділетті болатын еді дейсіңдер ғой. Білмеймін енді. Нәтижесін көріп тұрық. Иә, енді көрермендер берсінші, біз бермей қояйық деген сияқты ма? Келесі 18-ші тур өздерінің болжамдарыңды естіп кетейік. Соңғы кімнен басталады ол бізде тур? Ең бірінші Оқжетпес Жетісу. Ой, Оқжетпес Димаш айтсыншы. Өз жерінде Оқжетпес қабылдайды. Соңғы ойындарда үшеуінде жеңілді. Енді Оқжетпес жаңағыдай кері кетіп бара жатыр десе, Жетісуде былай қатты қуантып жатқан. Мен ойлаймын тең ойнайды, 1-1 болады деп ойлаймын. Өзім жеке ойым. Оқжетпес өз алаңда ол енді шабуыл жасайды, жақсы өзінің басым екен. Енді былай айтқанда көптеген клуб солай көрсетеді ғой, өзінің алаңында жақсы өзінің басым екенін көрсетеді. Бұл ойында 2-1 есебімен немесе 2-2 тең болады. Өйткені Жетісуда оңай қазір жауап қайтара алатындай команда болып тұр қазір. Келесі Жеңіс Ұлытау Астанада ойнайды. Ұлытау жеңеді деп ойлаймын. Ұлытау? Иә. Неше есеп? 2-1 есебімен жеңеді деп ойлаймын. Ұлытау өйткені маған қазір осы КПЛ аласында ойнап жүргендеріне жақсы көрсетілімдер көрсетеді. Жақсы ойын ойнап жатқан сияқты менің ойымша. Димаш, сенің ойыңша? Менің ойымша Жеңіс осы жолы ұтатын сияқты. 2-0 есебімен Жеңіс ұтатын сияқты. Келесі Қызылжар Тобыл. Қызылжар Тобыл. Қызылжар өз алаңында қабылдайды. Тобыл енді соңғы матчта 3-1. Енді Тобыл қазір КПЛ-да соңғы неде тұрған жоқ па? Тобыл, иә. Соңғы орындардан бірінде. Тобыл бірақ бүгін ұтып тұр ғой өз алаңында. Ол енді Ислам Чесноков келді. Енді күшіне еніп жатқан сияқты Тобыл. Мен ойлап едім, осы қалпында қалып кетсе премьер-лигадан ұшып кете ма деп ойлаймын. Бірақ оларға сондай бір Ислам Чесноков сияқты бір алда ойнайтын бір адам жетіспеді. Қазір енді Тобыл мен ойымша осы қарқынмен былай айтқанда КПЛ-дің бір 4-5 орында болатын сияқты. Ұтатын сияқты. Қызылжарды ұтады. Иә, 3-2 есебімен ұтатын сияқты. Бірақ қарқынды ойын көрсетеді. Жоқ, менің сендердің болжамдарыңа қарап, жоқ, мен айта кетейін, неге бұл жерде мен 3-2 деген есептен айттым. Мен неге сұрақ қойып отырмын. Өйткені сендер қазір 0-0, 1-0 деген есептер тіркеліп жатыр да соңғы осы матчтарда. Бірақ сендердің есептеріңе жоқ, мен айта кетейін де, не үшін мен 3-2 деп жаңағыдай 2-1 деген есептен беріп отырмын деп ойлаймын. Өйткені КПЛ-дың уже турнирі бітуіне де сәл қалды. Уже мысалы былай қарап отырсаңдар, енді әлі жартысы жоқ, жартысы ғой енді, имеется в виду біреулер үшін де сәл қалу керек қой деген сияқты да. Қарқынды көрсететін сияқты. Ол талас енді басталатын сияқты меніңше. Қарқынды талас осы жақта енді басталатын сияқты. Екеуі де тең. Атырау Қайрат. Ой, Қайрат. Атырау Қайрат енді мойындау. Екінші жастармен де келіп ұтып кететін сияқты негізі. Атырау, Қайрат Атыраудың жерінде. Чемпиондар лигасында да ойнап жүр. Айтқанда қазір Дастанның кеткенін мен одан сайын сезілмейді. Наоборот, күшеймесе ол Қайрат биыл чемпионға лайықты команда. Еще трансферлерін удачно угадайды салған ғой. Ол енді келген анау кім аты Гуалы ма? Ана Юккала деген ойыншылары бар, ортада деген енді. Оқжетпесте 5-0. Легионерлері ақтап жатыр. Қайсар Каспий келесі матч. Қайсар Каспий енді. Атырау Қайрат неше болады деп ойлайсың? Қайрат Жеңіс. 4-1 болады сияқты. Қайрат енді кем дегенде 2-3 гол салады. Мен 3-1 болатын сияқты. 4-1, 3-1. Қайсар Каспий. Енді Қайсар енді күшейіп жатыр биыл. Өз алаңда ойнайтын болса, тем более биыл Рамазан Бағдат, мықты футболшылар да жатыр. Қайсар биыл күшейіп жатыр. Анау арттағы несі бар, қорғаушысы өте мықты.
бірақ ұқсамайды ғой, енді ойынына қарасаң. иә результаты көрсетпейтін шығар. Енді мен ойымша анау алдағы жаңадан келген ойыншылары енді адаптация енді ойнағаны кеше ғана бірінші ойын, мына екінші ойын, осы екінші ойында ол өздерін көрсететін шығар. Сол себепті бұл ойында 2-1 есебімен Қайсар жеңу керек. Менің ойымша 2-0 болып жатады Қайсар ұтады. Ертіс Астана. Енді Ертіс өз алаңында қабылдайды ғой, түсінгенім бойынша. Ертіс Ертістің жағдайы өте қиындырақ ау деп ойлаймын. Мүмкін есеп 3-1 болады деп ойлаймын. Польза Астана. Жоқ, 2-0 болады, Астана ұтады. Ол Ертіс қиын жағдай. Бір ойыншы алмастырып, егер де бір нәрсе жасамаса, бапкер тағы бір енді бір чудом болып теңесіп қалмаса, Астана айқын фаворит қой. Алтай, келесі матч Алтай Ақтөбе, Алтайдың жерінде қабылдайды. Ақтөбеден Алтайға дейін. Ақтөбе осы ойыннан кейін жақсы ойын көрсететін сияқты жеңіске жетеді ау. Алтай соңғы 2 ойында жеңген команда. Өз алаңында да жеңген, қателеспесем бе? Өз алаңында, сырт алаңда 2 ойын. Алтай андай непредсказуемый команда ғой негізі ше. Алтай бар ғой. Ильдар Аманбаевтың андай ғой. Не түсінбейсің да ше, андай бам болып кетуі мүмкін да ше. До конца ойнайды да ол футболшылар ше. Ойын қарап отырсаңыздар жармасып ойнайды. Бұл ойын мен ойымша тең. Мен ойымша 0-0 болады. Мен де соны айтайын деп жатқам. Тең ойын болады сияқты. И соңғы матч Ордабасы өз алаңында Елімайды қабылдайды. Ордабасы Елімайды өз алаңында қабылдайтын болса, есеп 2-1 Ордабасы жеңеді деп ойлаймын. Ордабасы. Ордабасы бітті ол. Мынауды қоймайды дейсің. 2-де мен айтайын, кем дегенде Елімай 2-3 гол салады да, Ордабасы 1 гол салады шығар. Тура Каспиймен ұтылды. Ордабасы жеңіле ма өзі? Ордабасы өз алаңда болды. Бірінші сенсация бола ма тағы? 100% гарантиямен өз алаңында жеңілді деп. 3-1 есебімен жеңіледі сияқты. Ой, бұл Елімай оқты біріншіден Рамазан Оразов деген бар. Анау Оразов жарақат. Плакка деген бар, анау легионерлер Алда деген, кем дегенде 2 гол салатын футболшысы бар. Сол 2-де 2 гол салады, менің ойымша Плакка 1 гол салар, немесе 2 гол салады да, біреуін бір пенальти болып. Ордабасы 3 гол жіберіп, от жеңіледі деді. 1 голды бір салады енді. 1 гол салатыны бар. 3-1 есебімен болады. Айтқаным бар, 2-1 болады. Ордабасы енді аланда, өз аланда жеңілмейтін нәрсені соңғы матчты, екеуінің арасындағы соңғы матч енді даулы матч болды. Иә. Енді екеуіне принципиальный қарсылас болып тұр ғой осы кезде қазір. Елімай ерегесіп кеп сөйтіп істеп кететін сияқты ғой. Вот мен саған айтып отқаным сол ғой. Реванш сендерге деп, иә. Кегін қайтаратын сияқты ғой. Негізі Ордабасы сол жаққа барып білген істеп кеткен жоқ па иә негізі? Жоқ, енді ол жерде енді өткен нәрсе өтті ғой. Қазбалауының керегі жоқ. Бірақ осы жолы Елімай келіп жауабын қайтарады міндетті түрде ол. Семейліктерде сенеміз. Иә. Көреміз енді 18 осы айдың 18-інде 18 және 19 күндері өтеді Алла қаласа. Енді бірінші лиганы талқылап кетпесек болмайтын шығар енді. Қарқынды дамып жатыр ау бірінші. Біреуің Қарағанды, біреуің Тараз, екеуің де бірінші лиганың. Сол бірінші лиганы ешкім айтпайды бар ғой, соны өзіміз айтып кетейікші. Өзіміз бардық. Соңғы орталық матчын, бірінші лиганың орталық матчын барып көріп кеттік. Енді бірге бардық. Шахтерға барып қайттым да өзін дейді атайса. Бірақ бұл да өзі Тараздікіне барып келді ғой. Иә. Таразға келеміз әлі. Шахтер мен Тұран матчы, орталық матчын көрдіңіздер. 1-0 минималды есеппен Шахтер жеңіске жетіп, осы жылы енді бірінші команда деп айтуға болатын шығар. Енді Қайраттың екінші командасын есептемегенде енді олар премьер-лигаға шықпайды. Басты үміткер премьер-лигаға шығатын Шахтер деп айтуға болады ма? Иә, мен 100% оған сенем. Солай болады деймін даже. Өйткені былай қарап отырсаңыздар, Қарағанды, Шахтер жалпы айтқан кезде КПЛ-ға 100% дайын деп айта аламын. Команда жағынан да 100% мен айта алмас едім. Мен 100% деп айта аламын. Стадионы әлі дайын емес.
енді қара бізде осы КПЛ құдай қаласа октябрьда бітеді, қазан айында бітпей ма, қателеспесем. Оға дейін ол стадион салынып бітеді. Келесі жыл сол кезде айтсам болады. Жоқ, қазір мен дайын 100% дайын деп айта аламын. Келесі жылға дайын болады деп қазіргі ойнап жатқан стадиондарында, запасной стадиондарда, мысалы өзіндерінде Премьер-лигаға жарамайды ғой. Жоқ, бірінші лигаға тіпті жақсы жарайды. Мысалы көріп қайттыңыздар ғой, көрдіңіздер ғой. Енді Шахтердің ойынын көрдік қой, Туранмен бардық, Қарағандыға бардық, ойынын көрдік. Туран да осал емес. Ол да Премьер-лиганың ойнап жүрген ойыншыларын жинап алған. Былай айтқанда, ойын негізі бұл ойында тең болу керек еді негізі, бірақ Шацкий былай айтқанда өзінің тәжірибелі қақпашы екенін көрсетті да, қаншама сейвтер, мықты нелерді қайтарды, ударларды қайтарды да. Енді ойынды барып көрдік, Шахтер жеңді. Енді құттықтап қойсаңдар болады. Көрсетті. Жалпы ұйымдастыруы жағынан бәріне ұнады ма? Негізі басында маған ұнағаны матчдей болып, кәдімгідей басында жақсы ұйымдастырып, жаңағыдай ұйымдастыру жағынан мықты негізі бірінші лига, негізі премьер-лиганың командалары ондай жасап отқан жоқ та. Ордабасы сияқтындай бірдей шоу көрсетті. Бірінші лигаға көрсетті, мысалы өнерлерін көрсетті, әншілерді шақырды, мысалы керемет нәрсе деп ойлаймын. Негізі Шахтер жақсы жасап жатыр. Премьер-лигаға шығатын команда енді. Сол үшін айттым, мен 100%-ке дайын деп. Айдан анық көрінеді да. Енді ойын жағынан болсын, ұйымдастыру жағынан болсын, бірақ енді бір қынжылтатыны барлығы орысша. Тренерский штаб, жергілікті көрермендер де, кричалкасылар, жанкүйерлері де, былай айтқанда бір қазақша атауының да өзі Шахтер. Шахтердің қазақша аударымы кеңші емес па? Мысалы, Қазақстанда тұрып отыр, Қарағанды деген ат Қарағанды емес, Қарағанды Қазақстан премьер-лигасында ойнайын деп отқан команда, бірақ барлығы орысша. Дикторға дейін орысша сөйлейді. Дикторға дейін орысша сөйлейді. Енді осы нәрсе қынжылтады. Ал былай Шахтер биыл Қазақстан премьер-лигасына шығатын көрініп тұр ғой. Стадион салып жатыр, академия салып, Тимур Турлов өз қарамағына алған. Тимур Турлов та сол Шахтерді менің ойымша алған себебі сол өзі енді Ресейден келген ғой. Оған бір жағатын сияқты да, жаңағы жақта бәрі орысша. Қиналмайды. Жалпы енді бұны да өзгертуге болады ғой, жалпы құдай қаласа дейікші, осы подкастты көріп атқаннан кейін оның медиа офицерлері бар. Жалпы негізі орысша болған сені ойландырмай ма? Жоқ, мен негізінде жоқ, бәрібір емес. Жалпы мен барған кезде оны өзім де байқадым. Бірақ сіздер айта кеткенде жаңағындай барлығы таза 100% орысша сөйлеп жатқан жоқ. Сөйлейтін қазақшада адамдар да бар, көрдік қазақшасын, өздеріңіз де көрдіңіздер. Медиа офицері де сөйледі ғой, мысалы. Таза қазақша сөйлейді. Енді бұл нәрсе орысша тілде қалып кететін, ол жергілікті Қарағанды қаласының өзінің енді айтқанда жергілікті адамдарының барлығы 100%-нан бір 5% ғана бар болса бар қазақша сөйлейтін, қалғандары жоқ, барлығы орысша. Ол нәрсе өзгермейді да, ол Қазақстан премьер-лигасына шықса да, бұл Шахтер тура солай Шахтер болып, кричалкасы да солай орысша түрде, тренерский штабта тура солай орысша болып қалып кете береді. Оны өзгерту үшін басқа адам отырып, болмаса басқа қалаға көшіп кету керек шығар, енді білмеймін. Енді таңғажайып нәрсені не істеудің керегі жоқ, бар нәрсен бар, жоқ нәрсен жоқ деп айту керек та. Негізінде мысалы жаңағы Шахтердің негізінде айта кететін нәрсесі бар екен, шынымен де парақшаларында орысша жазады екен. Мысалы, енді біздің подкасттан кейін мүмкін бұл теманы қозғамаған шығар, бұл нәрсені. Мен мысалы шын айтамын, жанкүйерлердің барған кезде отырыстар дейді ғой. Қазақстанда тұрып, енді оны міндетті түрде оны талқылағаннан кейін барып қолға ала ма сонда? Ермек мырза, бұл жерде даже көрермендердің 80% орыстар болды ғой, өздеріңіз де көзі куә болдыңыздар ғой. Қарағандыда мен соны көргеннен кейін негізінде ультрасты да қазақша ашқым келіп кеткен өзім, негізі сондай ой келген ғой. Жарайды, енді басшылығы бізді көріп отырса, қорытынды жасайтын шығар деп ойлаймын. Осы өздеріңіз қорытынды жасап, кішкене қазақшаны араластыратын шығарсыздар, әйтпесе бірыңғай орысша екен, дикторларына дейін хабарлап тұрған кезде орысша хабарлайды. Одан бөлек атауы да, дұрыс айтып отырсың, орысша
бәрі орысша ғой былайша айтқан кезде. Парақшаларына дейін орысша. Парақшаларына дейін орысша жүргізеді. Енді соңғы мынау қозғамай кетпесек болмайтын шығар Тараз туралы. Өте ауыр нәрсе бар ғой. Тараз десе жүрегіме қатты тиіп бар ғой. Қазіргі кезде бірінші лигадан екіге түсіп қалды. Негізі Тараз чемпионаты осы бірінші лига басталмай тұрып енді премьер лигаға шығатын командалардың бірі еді. Иә, бірі еді ғой негізі, бірегей еді. Негізі осы 3 команда бар ғой, Тұран, Шахтер және Тараз. Тараз ең бірінші орында тұрған команда еді негізінде, премьер лигаға шығады деген үміткерлердің ішіндегі. Димаштың жүрегі ауырады қазір. Қазір не болды? Қазір қарап отырсаң 13 ойында 16 ұпаймен 9-шы орында келе жатыр. Және соңғы 5 матч па, 6 матч жанкүйерлердің өзі қазір сол әлі де Қазақстан премьер лигасына шығады ау деп үміттенеді әлі күнге дейін. Бірақ енді өкінішке орай результат көрсетіліп тұрады. Маусым басталғалы бері ойындарын үзбей көріп келе жатырмын ғой. Дидар Сыдықбек алғалы бері барлығымыз қуанды, Тараз халық қуанды. Бүкіл келгеннен бастап оған сенді деп айтсам болады. Келгеннен бастап жанкүйерлерге біздің басты мақсатымыз Қазақстан премьер лигасына қайта оралу. Біздің Тараз футбол клубы Атлетика Билбауға сияқты осы жердің адамдарымен ойнаймын деп жергілікті жанкүйерлердің барлығына сөз беріп алған. Енді өзімде жеке кездесім, қазіргі жағдай өте төмен, қатарынан 5 рет жеңіліс. Жалпы себебі не ол жеңілістер? Негізінде былай қарап отырсаңыздар, Қазақстанда Тараз клубынан көп мықты мен деген ойыншылар шыққан ғой, жалпы былай қарап отырсаңыздар. Мотивация жоқ деп ойлаймын. Мотивация жоқ. Жоқ, Дидар Сыдықбек клубтан кетіп қалды. Енді анау мен лақтырып кетті деп айтып енді ресми ақпарат жоқ, бірақ бүкіл мынау бүгін өзі Instagram желісінде де барлық сторис салды ғой. Тараз ресми парақшасында ғана ақпаратқа сеніңіздер деп солай шықты. Мен ол кісімен өзім жеке кездестім, клубтың жағдайында білдім. Енді ол кісінің енді қол байлаулы екенін өзі айтты, және де бапкерге де өзін жұмыс етпейтінін айтты. Енді ол нәрсені жанкүйерлер түсінбейді. Жанкүйерлер тек қана алаңда болып жатқан нәрсені түсінеді. Ал алаңда болып жатқан әрбір нәрсенің клубтың ішіндегі ауызбіршілігі, клубтың ішіндегі жағдайы, футболшылардың айтқанда условиясын жасамағаннан кейін осындай нәрселерге тап болып жатыр да клуб. Енді өзім барып көріп қайттым, Шахтермен ойынға барып қайттым. Айқын жеңілді, ешқандай не істемейді. Алдындағы ойындарда бір төрешілердің академия оңтүстікпен жеңілді деп Дидар Сыдықбек те бірнеше рет шықты. Өзің бір плакат алып алып, баннер алып шықтым. Баннермен ол кезде енді Қазақстан футбол федерациясының офисінің алдына барып, жаңағыдай плакатпен бардың. Енді сол кездерде бір сондай болды ма? Негізі мен ойымша академия ойында ол өтіп кеткен матч қой енді, бірақ сонда да академиямен болған матч енді қандай футбол түсінетін адам ол жерде енді. Жоқ, жалпы менің айтайын деп тұрғаным, сол кездегі ойындар мақұл енді, жаңағы төрешілер төрешілер сындырды дейік. Бірақ соңғы матчтарда ешқандай да төреші араласып жатқан жоқ. Соның өзінде де жеңіліп жатыр ғой. Клуб қазір енді дұрыс, жақсы сұрақ қойып отырсың. Дидар Сыдықбек қазір енді клубта былай айтқанда жоқ қой енді. Қазір жанкүйерлердің енді оның түсіне алмай жатыр да, мәселе неде екен. Алдында мен өзім барған кезде айтып жатыр жанкүйерлер, біз жүрегімізбен шығамыз, стадионда толтырамыз, бізден қандай көмек керек, бізді жылаттыңдар ғой деп шығып жатыр. Бірақ Дидар өз сөз беріп алғаннан кейін енді сол сөзіне енді жауап беру керек деп. Енді Дидар кінәлі деп енді бүкіл енді қалған ойындарда да жеңіліп жатыр. Жеңіліп жатқандарды мойынмен көтеріп соған қарай жұмыс жасау керек деп. Ең бірінші кім кінәлі негізінде? Енді ол нәрсе бапкер кетіп қалды ғой. Бапкер кетіп қалса да осындай жағдайға жетуіне ол басшыдан бастап футболшыға дейін кінәлі ғой. Осы Тараз айқын мынау кінәлі деп айта алмаймыз. Енді біраз праймда болмайды ау әлі. Иә. Мен бүгін проблемалар шешпей болмайды. Бүгін бір өзіңнің парақшаңнан бір жақсы жаңалық естідім.
кеңес енді бұл нәрсені негізі шын ақпарат па бұл? негізі бұл мен алдында Астана жастарына ұтылғаннан кейін Дидармен өзім осы Астана қаласында кездесіп сөйлестік. Қаншама рет арамызда болған әңгіме көп нәрсені айтылмайтын нәрселер де бар бұл жерде. Бірақ сол кісіден естігенім бойынша осы Кеңес Рақышев деген кісі осы клубқа қызығушылық артып, қазіргі таңда клубты өзінің қармағына алып дамыту жоспарында бар екен. Дидар Сыдықбек өзі айтты ма соны? Сонда ол кісінің өзінің енді айтқаны бойынша осы кісі менің орнымды басатын болады дегенде келтіріп айтқандай. Неге мен бір түсінбейтін сол жаңа нәрсе, менде де сондай түсінбейтін. Ол кісі неге жалпы былай шығып, көрермендердің алдарына болсын, жалпы медиаларды жинап алып дегенше, неге бір точкасын қоймайды? Жоқ, медианы жинаудың қажеті жоқ. Инстаграмына жаза салсын. Мақұл өзіңіз жарайды. Көпшілікке шыққысы келмесе де Инстаграмда бұл жерде шыққаннан бұрын ол отрицать етіп жатыр ғой. Мен жоқ, ол кісінің өзі 50-50 болып жүрген сияқты ғой. Былай қарап жоқ, мен бұл жерде түсінбей тұрғаным, Рақышев мырза алды деп, алады деп өзі айтып жатыр екен да. Бірақ ол өзі мен кеткен жоқпын, мен кетпеймін деген сияқты. Мүмкін серіктес болып жұмыс істейтін шығар. Бұл жерде түсінбейтін андай нәрсе ғой. Бұл жерде кетіп қалды деген Елдар Аманбаев салды ғой, жаңалықтарға салды ғой. Одан кейін Елдармен сөйлескен кезде әкімшілікке звондаған ба? Әкімшілікке хабарласса, Дидар осыдан 2 ай бұрын кетіп қалған дейді. Ол қалай? Ол 2 ай бұрын кетіп қалады, бірақ матчтарда жүреді. Онда бұл уақытқа дейін бұл нәрсенің уже айтқанда шешіліп қойғанда Дидардың кететіні. Таразда қазір каша болып отыр ғой негізінде. Шынымен бір басшы алу керек, бір мықты бір кісі келіп алмаса, бұл Тараз осы Премьер-лигаға дайын емес биыл команда. Премьер-лигаға дайын болмағаннан бұрын екінші лигаға түсіп кетуге қауіп бар сияқты. Бірақ енді қазір былай қарап тұрсаң, екінші лигаға түсіп кетуге 9 ұпай бөліп тұр екен да. 9 ұпай былайша келгенде 3 ойын ғой. Енді 3 ойын жеңілетін болса, екінші лиганың да алыс емес. Енді оған дейін апармайтын чудным образом примерно дейікші. Чудным образом шығып кетсе КПЛ-ға. Енді Таразда енді ойлашы, қазір Қазақстан Премьер-лигасында ойнап жатқан енді көп қандай клубты маған айтсаң да, қазір мен ішінде бір Тараздың футболшысы бар. Жеңіс. Қалай клубтан бір футболшы ойнап келе жатса, Қазақстан Премьер-лигасын жұлып кетеді. Мысалы, Арсен Әшербекті алып кетті. Енді жоқ, жұлып кетті деген жоқ, міндетті былай ғой. Енді жоқ, әркімнің өзінің выборы бар. Выбордан бұрын енді басқа не істейді ол? Бірінші лигада айтқанда Қазақстан футболының адамдарын шарт беріп жатыр да. Ол үлкен ұлттық құраманың өзінде 60-70% Тараздың футболшылары ойнап жатыр. Кезінде ойнаған болғанда да шыққан жері ол жоқ енді мынауда бір прошлыймен қоштасқысы келмейтін адам сияқты бар. Жоқ, мен де енді оған келіспеймін. Енді ол алып кетеді деген, алып кетпесе де енді не істейді басқа? Бірінші лигада жүре бергісі келмейтін жер кез. Жоқ, енді шыққан несін. Енді мұның әңгімесіне қарап отырсаң сондай ғой. Тип Тараз несінде ойнап жатыр, жұлып алып кетіп жатыр дегенде, тұрып кеттік біз енді анау деген жоқ, менде выбор жоқ деп жатыр. Выбор болады ғой. Мен айтып жатқан нәрсем, қызығушылық жоқ та Таразда, сол үшін кетіп жатыр деп айтса, дұрыс дейін үндемейтін едім да. Жол алып кетті деп қояды да. Жаны ашып бара жатыр ғой құрсын. Енді Тараздың да енді өзім сол жерде шыққан, мен өзім соқтан шыққан адам болғандықтан, өзім соқта доп тепкем. Енді қазір сол жақта дворларды былай аралап шықсаң да, ол жақтың адамдарының футболы кішкентай баласынан бастап дворда доп теуіп жүреді да, олар андай асық ойнап, атқа мініп не істемейді, оларда 80% футболға қызығушылығы бар да, кішкентай балалардың өзі. Сол себепті анау әлеуметтік желіде көп оқып жатсыздар, дядя Ваня деген кісі. Ол кісі осы Ғалымжан Кенжебек, Бауыржан Исламхан, Мұхамеджан Сейсен көп айта берсем, осы футболшылардың бәрін басын қосып, қазіргі таңда ұлттық құраманы былай айтқанда қазір көтеріп жатқан жігіттері осы жігіттерді айтайын деп жатқаным сол. Сол себепті былай футболға көп үлесі тиіп жатқан осы Тараздың осындай жағдайға түсіп кеткені өте жүрегіңе ауыр тиеді да, өзің сол жақтан болғандықтан да, және де осындай өзің көріп тұрып клубтың осындай бірінші лигада, Қазақстан Премьер-лигасында жүрсе ештеңе демес едім. Бірінші лигада осылай алынып сүрініп әркімнен бір ұтылып жүргені, конечно, ауыр. Қайтарылды ма өздеріне? Автобусты
айтуынша кезінде ойынша кетпеді, қалды дейді. Иә, қалды дейді, бірақ енді бұл автобус кезінде Қазфосфаттың басшылығы осы базаны да, автобусы да, стадионды да барлығын реттеп берген кісі, қаншама қаражат құйған кезінде бұл кісі. Ол кісі өмірден өткеннен кейін қазір енді былай айтқанда дайын асты, кетсе кете берсін, болмаса ешкімге не жоқ та, бәрібір де әр келген адамға бәрібір отыр да. Енді Құдай қаласа осы Кеңес Рақышев деген кісі алса, Тараз енді халқы енді мен ойымша қуанып, гүлденіп, осы футбол дамитын шығар деп ойлаймын. Иә, біз де соған сенейік. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтар Тараздан ести берейік. Енді бәрібір Тараздан жаңағы таланттар шығып жатыр деп айтып отыр ғой. Одан енді Қазақстан футболы дамиды деп ойлаймын. Құдай қаласа. Сондай жаңалықтар ести берейік. Сіздерге рахмет. Келіп ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Келесі аптада тағы да осылай жиналып бір талқылайық. Алла қаласа. Сіздерде видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңіз жазыңыздар. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Қазақ футболын бірге көтере берейік. Рахмет. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.